4 шілдеге арналған жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды ұмытпай тыңдап жүру үшін каналға тіркеле кетіңіз. Тағы қандай бағытта болжам тыңдағыңыз келеді? Соны комментарийге жазып кетсеңіз болады. Тоқта. Ақшаға абай болыңыз. Қаржыға қатысты кез келген шешімді асықпай қабылдау маңызды. Жақсы идеялар алдымен ойға келуі екіталай, ойлануға уақыт беріңіз. Қалған күн қолайлы болады. Сіз бизнесте айтарлықтай прогреске қол жеткізесіз, ұзақ уақыт бойы жұмыс істемеген нәрсені жеңесіз. Кейбір қиындықтар туындауы мүмкін, бірақ сіз оларды қалай жеңуге болатынын тез түсінесіз. Жақындарды қолдауға, жақында жақындарын мазалап жүрген отбасылық мәселелерді шешуге мүмкіндік туады. Кешке күрделі ештеңе жоспарламауға тырысыңыз, сіз демалғыңыз келетін шығар. Торпақ. Қарым-қатынасқа қолайлы, қиын мәселелерді талқылауға қолайлы күн болады. Сіз тіпті бұрын мүлдем түсінбейтін адамдармен де тіл табыса аласыз. Соңғы қарсыластар сіздің тарапыңызды алуы мүмкін. Кейбір торпақтар жаңа одақтастар табады. Жеке қарым-қатынастар саласындағы оң үрдістердің әсері де байқалады. Сіз ұйымдастырушылық және әкімшілік мәселелерді тез жеңесіз. Құжаттарды рәсімдеуде қиындықтар болмайды. Күннің екінші жартысы сауда жасауға және мәміле жасауға қолайлы. Интуиция сізге ақшаны не үшін жұмсау керектігін айтады. Егіздер. Жаңа істерді, тіпті ең ерекше және күрделі нәрселерді бастау үшін жақсы күн. Сіз жетістікке жету жолын тез анықтайсыз және уақытты босқа өткізбейсіз. Күннің бірінші жартысын жолда өткізетін егіздерді пайдалы таныстар күтіп тұр. Кейінірек шығармашылық әрекеттердің уақыты келеді, сізде көптеген ерекше идеялар болады. Мүмкін пайдалы сатып алулар. Сіз өзіңізге қажетті заттарды ғана емес, жақын адамдарыңызға сыйлықтарды да сатып ала аласыз. Ұсақ ақша түсімдері, оның ішінде күтпеген көздерден түсуі де жоққа шығарылмайды. Шаян. Сақ болыңыз, бүгін біреу сізді адастыруға, шатастыруға тырысады деген қауіп бар. Жаңа таныстармен сіз сақ болуыңыз керек, әсіресе олар сіздің жанашырлығыңызға қол жеткізгісі келетін адамдардан сақ болыңыз. Кез келген үлкен уәде бермес бұрын, оларды орындай алатыныңызға көз жеткізіңіз. Бұл күн кейбір күрделі істерді, ауқымды жобаларды қабылдауға қолайлы. Сіз тым асығыс болмайсыз, сіз ұстанатын әрекет жоспарын сабырлы түрде жасаңыз. Көптеген уайымдарды болмайды, өйткені сіз бәрін алдын ала ойластырасыз. Арыстан. Күннің басында арандатушылыққа бой алдырмау қиын болады. Басқалар сіздің шыдамдылығыңызды сынап, сізді тепе-теңдіктен шығаруға тырысатын сияқты көрінуі мүмкін. Дегенмен сабырлылықты сақтауға тырысыңыз, әйтпесе, сіз дұрыс шешім қабылдай алмайсыз, бұл жағдайдан шығудың жолын табасыз. Күннің екінші жартысы әлдеқайда тыныш болады. Сіз басқалармен ортақ тіл табу оңайырақ болғанын байқайсыз, сіздің пікіріңіз жиі тыңдалады. Бұл уақыт маңызды әңгімелерге, соңғы кездері барлығын мазалап жүрген мәселелерді талқылауға қолайлы. Бикеш. Күннің даудамайсыз өтуі екіталай. Әсіресе олар жұмыста жиі пайда болады, әріптестермен және іскер серіктестермен ортақ тіл табу қиындай түседі. Жақын адамдар сіздің ойыңыздағы нәрсені әрқашан түсіне бермейді. Шыдамды болыңыз және оларға оны анықтауға көмектесіңіз. Күннің соңына қарай қарым-қатынаста үйлесімділік қалпына келеді. Біраз құнды ақпарат алуға мүмкіндік болады. Бұл болашаққа арналған жоспарлар туралы шешім қабылдауға, бірінші кезекте не нәрсеге назар аудару керектігін, және нені кейінге қалдыру жақсы екенін шешуге көмектеседі. Ықтимал ақша түсімдері. Олардың маңызды болуы екіталай, бірақ олар өте пайдалы болып шығады. Олар жоспардан тыс сатып алулар жасауға мүмкіндік береді. Таразы. Жаңа және келешегі бар бизнесті қолға алу мүмкіндігі болады, оны жіберіп алмаңыз. Егер сіз бүгін батыл және жылдам әрекет етсеңіз, жұмысыңызда айтарлықтай жетістіктерге жетесіз, кәсіби ұстанымыңызды нығайта аласыз, бәсекелестеріңізді артта қалдыра аласыз. Қарсыластарыңыз адал емес әдістерді қолдануы мүмкін екенін ескеріңіз, сондықтан мұқият болғаныңыз жөн.
күн жеке қарым-қатынаста қолайлы болады. Ал жаңа таныстармен және жақын адамдармен сіз өте жақсы тіл табысасыз. Жақын адаммен қарым-қатынас көптеген жағымды эмоциялар береді. Болашаққа жалпы жоспарларыңыз болуы мүмкін. Саршаян. Сіз күткеннен де көп нәрсе істеуіңіз мүмкін. Жолда не істеу керектігін нақты түсініп, жаңа тапсырмаларды жалғыз шешуге тура келуі мүмкін. Мұндай жағдайда басқалар әрине абдырап қалар еді. Ал сіз сабырлы боласыз және барлық қиындықтарды жеңудің жолын табасыз. Басқалармен ортақ тіл табу әрқашан оңай болмайды. Ұсақ келіспеушіліктер көп болады, күрделі даулар да жоққа шығарылмайды. Бірақ сіз әлі де өткір бұрыштарды тегістеуге тырысасыз, ал кешке қарай өзара түсіністік қалпына келтіріледі. Кеш романтикалық тосын сыйларды уәде етеді. Мерген. Күнді бұрыннан таныс мәселелерді шешуден және бұрын басталған тапсырмаларды орындаудан бастаған жөн. Кішкентай нәрселерге назар аударуға тырысыңыз, тіпті қазір елеусіз болып көрінетін нәрсе кейінірек маңызды рөл атқаруы мүмкін. Құқықтық мәселелер туындауы мүмкін, құжаттардың кешігуі ықтимал. Күннің басында тым күшті емес оң тенденциялардың әсері уақыт өте келе байқала бастайды. Кеш жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, алыстан жақсы жаңалықтар әкеледі. Тәуешкі. Күн мазасыз, бірақ қызықты болады. Бұрын жасалған жоспарларды ұстану екіталай. Тәжірибе жасауға, жаңа нәрсе ойлап табуға тура келеді. Сонымен қатар сіз иллюзиялар жасамайсыз, өз мүмкіндіктеріңізді дұрыс бағалайсыз. Бұл қателіктер мен шығындарды болдырмайды. Жағымды кездесулер болуы мүмкін, ал сізге күшті әсер қалдыратын таныстар жоққа шығарылмайды. Көптеген тәуешкілер үшін туыстар таныс нәрселерге басқаша қарауға, өмірді қиындататын адасушылықтардан бас тартуға көмектеседі. Су құйғыш. Бүгін сіз әдеттегіден әлдеқайда әсерлі және осал боласыз. Осыған байланысты қарым-қатынастағы шиеленіс сәттері болуы мүмкін. Тіпті жақын адамдармен тіл табысу кейде әдеттегіден қиынырақ болады. Маңызды мәселелерді талқылауға асықпағаныңыз жөн, таңертең барлығына ұнайтын шешім табуыңыз екіталай. Бұл күн ақпаратты зерттеуге, жинауға және талдауға қолайлы болады. Сіз бұрын қиын болып көрінген нәрсені түсіне аласыз. Кейбір суқұйғыштар жаңа хоббиге ие болады, қиын тапсырмаға қызығушылық танытады. Саяхат жақсы болады. Балықтар. Жаңа нәрселерді қабылдауға еркін болыңыз, бүгін сізде олармен тамаша күресуге мүмкіндік болады. Бұл күн маңызды кездесулерге, маңызды мәселелерді талқылауға да қолайлы. Сіз тіпті бұрын күмәнмен қараған, сіздің қабілеттеріңізге және таланттарыңызға күмәнданатындарға жақсы әсер қалдыра аласыз. Кейбір балықтардың өте күшті одақтастары болады. Қарым-қатынаста ең оңай күн болмайды. Дұрыс сөздерді табу оңай болмайды, кейбір мәлімдемелеріңіз тым қатал болуы мүмкін. Әсіресе әсерлі адамдар дұрыс түсінбей қалуы мүмкін, сыни пікірлер мен әзілдерден аулақ болған дұрыс.